Сәлем достар, сендер Мәлік деген анасы. Бүгін біз мынадай керемет ферма, механический ферма көрсететін боламын. Және де қалай жасалатынын да көрсетемін. Міне, осындай ферма болады басында. Осындай ферма. Сосын барып мына жерде су тұрады. Ал егіндеріңіз өскен кезде оны бүйтіп біртіндеп жинап жүрудің орнына келесіз да. Мына рет жақтан басасыз. Сосын су былайынан ағу керек. Қазір проблеманы шешейін. Міне достар, міне мен барлық проблеманы шешіп тастадым. Міне енді өстіп егіндеріңіз өскен кезде біз барамыз да мына рет жақты басамыз. Сол кезде міне проблеманы тағы да шештім. Енді тағы да көрейік, істей ма. Басасыз, сосын су ағады. Сосын мына сәбіздер мынаған келіп түседі. Осыған келіп түседі, мына жақта төртеу екен. Осыған келіп түседі. Сосын сіз ана ашасыз. Пустой ведроны аласыз да. Пустой ведроны алып, суды алып қайтадан салып қоюыңыз керек. Выживанияда қазір геймод болғасымен де су алынбайды. Қалғандарын теріп аласыз. Сосын мына жердегі сәбіздердің барлығын жинап аласыз да. Осының бәрін осылайна біртіндеп жинап аласыз бәрін. Сосын не істеу керек екенін қазір сіздерге көрсетемін. Міне, сәбізді аламыз, мына жерге лақтырамыз. Сосын бұл баратта біртіндеп мына суыққа түсе береді. Осылайнан барлығы жұмыс істейді. Қазір сіздерге осындай керемет ферманы қалай жасау керек екенін үйрететін боламын. Ендеше тамашалаңыздар. Қазір бұл ферма үшін бізге мынадай орын керек. Осы орынға біз мына жерін мынаны таптап тастауымыз керек. Сосын осы орынға біз егін егеміз. Міне сәбіз ексек болады. Сосын мынандай жерлерге су құйып шығамыз. Міне суарып тұрады. Сосын мына жерге егуге болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша. Ой, бір. Сосын егінді егеміз. Әдемілеп. Сосын біз мына жерді қазып шығамыз. Осының жерге воронкалар қойып шығамыз. Барлығы дайын болып қалды. Тек бізге қазір былай істеу керек. Мына жерге есігін қоямыз забордың. Осыны забордың өзін аламыз да. Заборды аламыз да. Осылайынан қойып шығамыз. Сындырайық. Осылайынан қойып сақта болады. Міне достар, осылайынан етіп істеп шығамыз. Есікті мына жерге ауыстырдым. Міне, дәл осылайынан етіп істейміз. Көріп алыңыздар. Сосын мына жерге біз 2 воронка қоямыз. Тағы да. Сосын
Мына жерде жапсақ та болады. Міне. Сосын біз мына жерге де есік қоямыз. Кешіріңіздер. Қазір біз мына жерге де есік қоямыз. Былайынан етіп. Енді біздің фермамыз дайын болып қалды. Біз былайынан жасаймыз. Мына жерге осындай повторитель қоямыз. Сосын әкеліп мына жерге рычаг қоямыз. Рычаг қоямыз мына жерге. Сосын мына жерде суды аламыз. Әлі су жоқ екен. Істеп тұрма көреміз бірінші. Повторительді былай қаратып қою керек. Міне. Енді барлығы жасаптық. Енді фермамыз жақсылап дұрыс істеу үшін біз мынаның ішіне су қоямыз. Сосын міне дайын барлығы. Енді мына жерге келіп мынаны басамыз. Су ағады, барлығын мына жерге салады. Мына жерге салады. Сосын біз әлгі шелекті аламыз да, повторительдің ішіндегі. Сосын аламыз да, мына суды алып тастаймыз. Сосын егінді жинап аламыз да, мынаның ішінен жинап аламыз. Осыны жинап аламыз да, егіп қойып, қалғанын мына жерге лақтырамыз. Сол кезде бізде осы лақтырған заттардың барлығы мына сандыққа түсетін болады. Ол сандықтан затты ала берсек те болады. Міне, бізде осындай керемет механический ферма шықты. Бүгін біз осындай керемет ферма жасадық. Ал сіздермен болған Алюк ТВ арнасы. Каналға жазылып, подписка жасап, лайк басып, комментария жазылып кетеміз. Өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Оқуға маған приятно болады. Сау болыңыздар.